Ассалаумағалейкум, құрметті Ернар Education YouTube арнасының көрермендері, сіздермен жас ағартушы және жеке қаржыны басқару бойынша маман, мен Спабек Ернар Маратбекұлы. Достар, менің YouTube арнамды көріп отырғандарыңызға үлкен алғысымды білдіремін. Менің YouTube арнамнан сіздер өздеріңіз үшін ең пайдалы, ең қажетті деген білімдер мен ақпараттарды аласыздар деген үмітім бар. Бүгінгі жалпы видеода мен қаржылық сауаттылық ғылымының 22-ші сабағын өтетін боламын, және 22-ші сабақтың тақырыбы бай болғың келсе, сата біл деп аталады. Жалпы кез келген адам бай болғысы келеді, үлкен дәулет жинағысы келеді. Ол әрбір адамның қалауы. Бірақ оған екінің бірі қол жеткізе алады ма? Әрине жоқ. Және ол жерде қол жеткізе алмайтындардың қол жеткізгендерге қарағанда басты кемшілігі ол сата алмау. Жалпы сату дегенде бізде тек қана қандай да бір затты ақшасын алып беріп сатуды айтады. Бірақ бұл негізінен мүлде ондай емес. Сату бұл көндіру деген сөз. Яғни сен қандай да бір адамды өзіңнің айтқаныңа көндіре алсаң, немесе сендіру деп те айтсақ болады. Өзіңнің айтқаныңа сендіре алсаң, өз идеяңа тарта алсаң, міне осы нағыз сату болып табылады. Жалпы сату бұл адамның өмірінде өте қатты қажет дағды. Жалпы кез келген адамға, мәселен, бір нәрсені айту үшін, бірдеңені жеткізу үшін, оны ауызбен айту керек және оны соған жасату керек. Мысалы, ата-аналар болса, көріп отырған менің осы видеомда, балаларына өз айтқандарын істеу үшін не істейді? Өздерінің ойларын, өздерінің идеяларын олар сатады. Сосын балалары оның айтқанын істейді. Дәл сол секілді бизнесмендер өз идеяларын инвесторларға сатады, бизнесмендер өздерінің тауарларын тұтынушыларға сатады. Дәл осындай жалпы қарым-қатынастар болып жатады. Енді сату деген кезде жалпы екі нәрсенің айырмашылығын түсініп алған жөн. Бүгінгі таңда сату дегенде жалпы сату және маркетинг деп екеуі қосылып кетті. Бірақ бұл екеуі мүлде қосылмайтын дүниелер. Әрине екеуі де сатуға байланысты болғанымен екеуінің арасында айтарлықтай айырмашылық бар. Сату деген бұл бірге бір сату. Яғни мәселен мен бір затты сату үшін, тауарды сату үшін, қызметті сату үшін бір адамға барам, онымен бетпе-бет тұрып сөйлесіп, тауарды жарнамалап, оның жақсы жақтарын айтып, сөйтіп мен оған сатып жіберуім мүмкін. Ал маркетинг деген, бұл маркетингтің сатудан айырмашылығы, ол сату бүкіл процестердің жинақталғаны. Яғни маркетинг бұл жүйе, ал сату бұл бір ғана іс-әрекет немесе қимыл. Осы екеуінің айырмашылығын біліп алатын болсаңыздар, және осы екеуін үйренетін болсаңыздар, сіздердің құрметті менің көрермендерім, қаржылық сауаттылықтарыңыз өте жоғары болады, және сіздердің ақша табу деген былай айтқанда мүмкіндіктеріңіз өте жоғарылайды, және ол өте оңай болып қалады. Жалпы кез келген адам бай болғысы келеді. Менің осы YouTube арнамда мен қаржылық сауаттылық ғылымының осыған дейін 21 сабағын түсірдім. Бүгін міне 22-ші сабақты түсіріп отырмын. Солардың ішіндегі ең маңыздысы дәл осы сату. Өйткені адам өзінің жалпы ойын айтып жеткізе алмаса, оны жалпы түсіндіре алмаса, немесе өзінің идеясын инвесторларға сендіріп ақша салатындай қылып жеткізе алмаса, өзінің тауарын тұтынушыларға сата алмаса, онда адам бизнес мүлде жасай алмайды. Ал бизнес жасай алмаған адам жалпы қаржылық сауаттылық жөнінде мүлде бейхабар болады. Неге? Өйткені ол ақша таба алмайды. Сол себепті ақша табу үшін, жақсы қаржы табу үшін ең басты қажет дағды бұл сату. Бұны әлемнің ең үлкен кәсіптерінің барлығы да жалпы бір ауыздан қосылады, келісіп, осыған тоқтаған. Яғни кім сата алады, сол адам мықты бизнесмен бола алады және өзінің кәсібін ары қарай дамыта алады. Сату деген жаңа айтып тұрғандай тек қана тауар сату емес, ол тұтынушылармен қарым-қатынас, инвесторлармен қарым-қатынас, сонымен қатар былайша айтқанда өздеріңіздің қызметшілеріңізбен қарым-қатынас. Міне осының барлығы да сатудың ішіне келіп кіреді екен. Сонымен қаржылық сауаттылық ғылымының 22-ші сабағы осындай болды. Егер менің берген білімім сіздерге пайдалы болған болса және ұнаған болса, онда видеоға міндетті түрде лайк басыңыздар, астына сұрақ қойыңыздар, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазыңыздар және ең бастысы астындағы қоңыраушаны басып, арнаға тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар білім бөліскен сайын көбейеді. Мен беріп жатқан тегін білімді Алла бұйыртса, Алла разылығы үшін басқа достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Сіздермен бірге болған жас ағартушы және жеке қаржыны басқару бойынша маман, мен Спабек Ернар Маратбекұлы. Келесі видеода кездескенше достар, сау саламатте болыңыздар.